Өкінішті, елімізде мұндай оқыс жағдайлар көптеп орын алады. Мәселен, жыл басынан бері Түркістан облысында 579 жол көлік оқиғасы орын алған. Оның ішінде қаза болғандары 152, әртүрлі дене жарақаттарын алғандар 715. Әрине, бұл қуантарлық жағдай емес. Алайда, былтырғы жылмен салыстырғанда жол көлік оқиғалары едәуір азайып, 4%-ға кеміген. Түркістан облысының полиция қызметкерлері жол көлік апаттарының алдын алу мен жолда жүру ережелерін өрескел бұзушыларды анықтау мақсатында тұрақты түрде рейдтік профилактикалық шараларды өткізіп келеді. Мұндай шараларға полицейлермен қатар ерікті сақшы сарбаздар, мектеп оқушыларынан құралған жас инспекторлар да тартылуда. Патрульдік полиция қызметкерлері жылдың 4 мезгілінде жол бойында тұрып қауіпсіздікті қамтамасыз етуде. Жүргізушілерге қажетті ереже жазылған жаднамалар таратылып, жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлік жүргізушілеріне, жаяу жүргіншілерге де түсіндірмелер жасалуда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл басында мас халде көлік жүргізетін жүргізушілерге байланысты талаптарды қатаңдатуы бойынша да сан алуан шаралар іске асырылуда. Алайда, сақтық шараларын ескермейтін, жол ережесін сақтамайтын жүгенсіз жүргізушілер көп кездеседі. Олардың ішінде басым көпшілігі мас халде көлік тізгіндегендер, жылдамдықты арттыратындар, қарсы бағытқа шығып кететіндер, рөлде отырып телефонмен сөйлесетіндер. Қазіргі таңда аталған олқылықтарға жол беретін көлік тізгіндеушілер өз өмірімен қоса өзгенің де өміріне зиян келтіруде. Сондықтан жол апаты орын алмас үшін үнемі жол қозғалысы ережелерін сақтап жүруді дағдыға айналдырыңыздар. Жол қателікті кешірмейді. Қандайда бір жол апаты орын алған болса, ол жүргізушінің өз өміріне немқұрайлы қарағанының салдарынан деп атап өтуге болады. Жол оқиғаларын болдырмау 100% полицейдің қолынан келмейді. Сондықтан халықтың өзі де жолда жүру мәдениетін арттырса, оң нәтижеге қол жеткізбекпіз. 5 минут ерте жетемін деп, соңы өмір бойы өкіндіретін жағдайға ұрынып қалмаңыз. Сіздің өміріңіз отбасыңыз үшін қымбат.